Ассалаумағалейкум, брат жандар, қалайсыздар, көңіл күйлеріңіз қалай? Брат жандар, біз 1000 подписчик болдық. Сіздерге көп рахмет. Шыны керек, нольдан бастадым, еңбектендім. Сол енді кішкене болсын видео түсіріп енді айтып жатырмын ғой, сол еңбегімнің кішкене болсын ақталғанына сіздерге көп рахмет. Әрмен қарай да өйстіп подписчиктен подписчикке 1000-нан 1000-ға жете берейік. Достар, курьер болып жұмыс істегеннен кейін көптеген қызық оқиғалар болады. Солардың біреумен бөліскім келіп отыр. Жай ғана ойымды айтсам деп едім. Бір Глобада жұмыс істеп жүрген кезім, Пушкинадағы гипподан заказ түседі. Барам, заказымды аламын, сонымен сүйінбаймен төмен қарай түсіп барам да Баянауылскаймен оңға бұрылып кіремін да клиентке звондаймын. Вот, я тебя встречу, жүре бер дейді. Келатырмын, тоқтайды. И өздеріңіз білетін болсаңыздар, мен де лично болатын енді. Тамақты апарған кезде ішін ашып, қарап, тексеріп, бірдеңені жей алмадым ба деген сияқты неткен кезде өзімде жүрегімде неприятно болатын. Сонымен тұрады